Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат ғаламатта Арай Райспен. Күнделікті қолданатын тағамдар, дәмдері мен ерекшеліктері. Нені дұрыс пайдаланбай жүрміз? Күнделікті тағамдардың ерекше фактілері туралы осы шығарылымда айтамын. Ақпарат қызық болса комментарий жазып лүпіл басып өт, себебі алдағы уақытта контент үшін бізге ол өте маңызды. Қарапайым ауыз суы. Дүкендердің сөрелерінде орналасқан бөтелкедегі ақ су, яғни ауыз суы, барлығы бірдей болып көрінуі мүмкін. Тек бөтелкесі, дизайны, жазуы бөлек болуы мүмкін. Алайда әр фирманың өзінің химиялық қоспасы мен дәмдеуіштері суға ерекше дәм беретін зат қосады. Сіз білмедіңіз бе? Комментарий жазып, лүпіл басып өтіңіз. Осы ақпараттан кейін біліп жүресіз. Кез келген фирманың суы басқа фирманың суына мүлдем ұқсамайды. Салыстырмалы түрде дәл осы жобадан кейін дүкеннен екі түрлі фирманың суын сатып алып ішіп көріңіз. Олардың түсі бірдей болғанымен, құрамы мен дәмі әртүрлі. Көбісіміз күнделікті таңғы аста жұмыртқаны жақсы көреміз, жиі пайдаланамыз. Бірақ оның мерзімінің қалай өткенін білмейміз. Кейде жұмыртқаның бұзылғанын ашқанда көз жеткізіп, оның жарамдық уақыты өткенін біліп жатырмыз. Ал мен сізге керемет бір лайфхак айтамын. Егер сіз жұмыртқаның жарамдық мерзімі өтіп кеткенін сыртынан қарап білгіңіз келсе, осы тәсілді жасап көріңіз. Сіз 2 стаканға су толтырып аласыз, 2 түрлі жұмыртқаны саласыз. Яғни біреуінің мерзімі ұзағырақ өткен, біреуін жаңадан сатып алған жұмыртқа болуы мүмкін. 2 жұмыртқаны суға жіберген кезде срогы өткен, яғни жарамсыздығы өтіп кеткен жұмыртқа бірден судың үстіне қарай қалықтап көтеріледі. Ал жұмыртқа жаңа ғана шыққан жұмыртқа болатын болса, ол керісінше суға анағұрлым төмен батады. Ол неліктен дейсіз ғой? Жұмыртқа уақыт кетеді тұра берген кезде арасында кішкене шариктар пайда болады. Соның арқасында жұмыртқа өзін ауада тез көтеруге, суда тез көтеруге бейім болады. Демек, оның уақыт мерзімі өтіп жатыр деген сөз. Ал жұмыртқа жаңа шыққан жұмыртқа болса, олда ондай түтіршіктер ішінде болмайды, түйіршіктер. Соның есесінде жұмыртқа ауыр болып судың түбіне батады. Міндетті түрде осы жобадан кейін тексеріп көр. Банан. Балалар мен адамдар жақсы көретін жеміс түрі. Тіпті оны маймылдар да сүйіп жейді. Алайда масаның өзі бананды жақсы көретінін білдіңіз бе? Сіз осы шығарылымнан кейін міндетті түрде табиғат аясына барғанда тексеріп көріңіз. Егер бананды жеп, немесе бананның иісі үстіңізге сіңіп қалса, жағажайға немесе далаға, орманға барғанда абай болыңыз. Себебі сізге масалар күнделікке қарағанда 2 есе келуі мүмкін. Себебі бананның сырты мен бананның иісін маса жақсы көреді, және сондай иісті сезген маса ерекше адамға жақындай береді екен. Ақпарат қызық болды ма? Лайк басып өтіп, комментарий қалдыруды ұмытпа. Нутелла. Балалардың сүйікті шоколады. Иә, жарнамада сіз әдемі таңғы асқа, нанға жағып жейтін жарнаманы үнемі байқаймыз, пайдалы деп ойлаймыз. Алайда нутелланың ішкі бөлігін мен сізге бөліп көрсететін болсам, сіз міндетті түрде таңғы асқа оны жемеуіңіз мүмкін. Осы шығарылымнан кейін әрине. Қызық па? Комментарийға жазып, лүпіл басып өт. Нутелланың құрамында 50% қант, 30% пальма майы және 20% ғана какао жаңғағының үгіндісі болып табылады. Жалпы Нутелла бренді ол отбасылық компания Ferrero компаниясына тиесілі. Олар Нутелладан басқа Рафаэлло, Kinder Surprise, Tic-Tac, Ferrero шоколады секілді көптеген әлемге әйгілі тәттілерді шығарады. Кетчуп. Күнделікті өмірде пайдаланатын сүйікті соустарыңыздың бірі. Бірақ кетчуптың құрамында қызанақ болмайтынын білесіз бе? Әрине, өте қымбат түрлерінің құрамында қызанақ болады. Бірақ басым бөлігінде ол тек қана алмадан жасалған сұйықтық, бояғыш, көптеген химиялық заттармен тек қана қызанақтың иісін беретін заттардан, қоспасынан құралған. Сондықтан да кетчуп алар кезде абай болыңыз, дүкенге барарда міндетті түрде алып жатқан кетчупыңыздың құрамына қараңыз. Себебі онда қызанақ емес, басым бөлігі химиялық заттан тұратын бояғыш заттар бар. Қызанақ барлықтарымыздың сүйікті көкөністеріміздің бірі. Оны тағамға да, салатқа да жиі пайдаланамыз. Алайда бұрын олай болмаған, себебі Европада қызанақты өте улы және адам өміріне қауіпті көкөністің түрі деп есептеген. Ұзақ уақыт бойы оны тағам тұрмақ түгілі жанына жақындамаған, тіпті қолға да ұстамаған. Белгілі бір жағдайдан кейін оны тағамға пайдаланып, оның өте минералға толы екенін және өте дәмді екенін біледі. Сондықтан қазіргі таңға дейін қызанақтан түрлі тағамдар мен әлем бойынша пайдалы заттарды жеп жүрміз. Хризантема.
Бақшамызда өсетін әдемі гүлдердің бірі. Жаздың күні ол гүлдерді өсіріп, тіпті соңғы қоңырауда да жиі пайдаланасыздар, иә? Бірақ Қытай мен Жапонияда хризантеманы өсіріп қана қоймай, оны әдетте десерт ретінде, тәтті тағам ретінде пайдаланады екен. Лүпіл басыңыз, комментарий қалдырыңыз, өзіңіздің де қызықты деректеріңізбен бөлісіп өтіңіз. Чили бұрышы өте ащы бұрыш болып есептеледі. Қызыл қанық түске бойлаған чили бұрышын көбінесе адамдар тіпті жеуге де ауырсынады, тіпті қорқады. Көбінің пайымдауынша чили бұрышы оның түсіне байланысты. Егер ол жасыл болса, ащы емес, қызыл болса, анағұрлым ащырақ келеді. Алайда чили бұрышының ащы болуы оның түсіне емес, оның көлеміне байланысты. Бұрыш неғұрлым кішкентай, кішірек болса, өте ащы болып есептеледі. 7-Up газдалған сусын. Сіз өміріңізде оны ішіп көрмесеңізде, міндетті түрде 7-Up'ты көрдіңіз. Иә, 7-Up атауы о бастан 7-Up болмаған. Оның құрамында литий болған, сондықтан да литийге бай лимон мен лайм қосылған төс белгісі бар бренд, яғни газдалған сусын деп аталынған. Ағылшыннан аударылғанда қарапайым халық қалай жаттаған, немесе дүкенге қалай барып сұрағаны белгісіз. Алайда литий адам денсаулығына зиян деп табылғаннан кейін 7-Up'тың құрамынан литий мүлдем алынып тастайды, сондықтан да қысқаша атауы 7-Up деп қалған. Келсесіз ғой, 7-Up алғашқы атауға қарағанда қолайлы әрі дәмдірек қой, иә? Бүгінгі шығарылымдағы ақпарат саған қызық болды деп ойлаймын. Егер қызық болса, комментарий жазып, міндетті түрде лүпіл басып, арнамызға жазылып өт. Бұл шығарылымда тағамдардың ерекшеліктері, зияны мен пайдасы жайында бөлістім. Арай Райс ерекше арнадағы ерекше ақпарат.